Қазақ халқының дәстүрлі тағамдану жүйесі қоршаған экологиялық жүйемен және шаруашылығымен тығыз байланысты болды. Сондықтан қазақтың әрбір дәстүрлі тағамы денсаулыққа қажетті құндылық бола отырып, пайдасының зор екенін білеміз. Қазақ халқының өмірінде ет тағамдары ең басты орынды иеленеді. Бұл тағам түрлерінің емдік, тұрмыстық қасиеттері бар. Назарларыңызға ұлттық тағамның түрлері мен дайындалу әдісін ұсынамыз. Бауырсақ берекелі дастарханның көркі. Шай, қымыз, шұбат ішкенде дастарханға салынады. Бауырсақты жоғары немесе бірінші сортты бидай ұннан пісіреді. Оны қамырдан ашытып та, ашытпай да дайындауға болады. Қаттама нан, май жұмыртқа, сүт құйып қатты етіп иленген қамырды жұқалап жайып, жайманың бетіне май жағады. Оны оқтауға орап, пышақпен бірнеше етіп бөліп, әр бөлікті қайтадан жаяды. Бөлшектелген нан қазанда қыздырылған майға пісіріледі. Табаннан табаға пісірілген нан. Талқан қуырылған бидайдан, арпадан, жүгерден ұнтақтап дайындалады. Ерте кезде талқан дайындаудың екі тәсілі болған. Бірі қол диірменге тарту, екіншісі келіге түйу. Талқан аса дәмді әрі құнарлы тамақ. Оны майға, кілегейге, қаймаққа араластырып жеуге де, шайға салуға да болады. Жент қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын өте дәмді тағам. Жент бұлғау шеберлікті талап етеді. Ақталған тарыны келіге түйіп, немесе диірменге салып ұнтақтайды. Оған құм шекер, ұнтақталған ірімшік салып араластырады. Содан соң қазанға жылқының майын құйып ысытып, жаңағы араластырған тары мен ірімшікке салып, оттың болмашы табында араластырады. Жент майды бойына сіңірген соң ыдысқа салынып, салқын жерге қойылады. Айран ұйытылған сүт, оны қаймағы алынған сүттен де, қаймағы алынбаған сүттен де ұйытуға болады. Ол үшін сүтті 5-10 минут қайнатып, қанжылым қалыпқа түскенше суытады. Одан соң ұйытқыны қосып араластырады да ыдысты жақсылап бүркеп тастайды. Ол 1-2 сағат аралығында ұйып болады. Ұйыған айран ашып кетпеу үшін оны бетін ашып салқын жерге қояды. Айранды сусын ретінде, тағам ретінде де пайдалануға болады. Қымыз биенің сүтінен дайындалатын денсаулыққа шипалы әрі жағымды сусын. Қымыз қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең құрметті дастархан дәмінің бірі. Сары қымыз дертке шипа, денеге күш. Қымыз негізінен жылқы терісінен тігіліп, әбден тобылғы түтінінің ысы сіңген сабада, не болмаса ағаш күбіде ашытылады. Қымыздың ашытқысы қор деп аталады. Дәкеге түйген қорды сабаға не күбіге салып, оның үстіне бір шелекте жаңа сауған салқын саумалды құйып, ыдыстың сыртын жылылап орап тастайды. Қор езіліп, саумалға тегіс тараған кезде саумалдың дәмі қышқылданады. Сөйтіп жаңа қор жасалады. Жаңа қордың үстіне салқындатылған саумалды құйып, әр жолы саумалға құйылған сайын піспекпен жарты сағаттай пісіп, араластырып отырады. Құрт малдың сүтінен дайындалатын ұзақ уақыт сақтауға арналған тағам. Сабаға сүтті жинап, сүт ашығаннан кейін піседі. Сүт іркітке айналып, май бетіне қалқып шығады. Майын бөлек алып тұздап, қарынға салады да іркітті қазанға суы сарқылғанша қайнатады. Құрт қайнап жатқан кезде қазанның түбін, ернеуін құрып, әрсін-әрсін араластырып отырады. Құрт қайнап, әбден қоюланған соң қапқа құйып, керегенің басына немесе ашаға іліп, сар суын ағызады. Құрт қапта 1 тәулік тұрған соң суы әбден сарқылып құрғайды. Бұдан кейін құртты қаптан алып сықпалап бөліп, шеге, тақтаға, қолмен сықпалап, өреге жайып кептіреді. Содан кейін құртты кептіру үшін әртүрлі формаға келтіреді. Сарымай сиырдың, қойдың, ешкінің сүтінен алынады. Сарымай ірі қараның не серкенің терісінен тігілген саба, торсықта, не болмаса ағаш күбіде дайындалады. Шикі сүттен ұйытылатын айранды, қатықты, кейде іріген сүтпен шикі сүттің өзін сабаға не күбіге құйып, әбден толған кезде піседі. Іркіттің пісуі жеткен кезде май ыдырап бөлек шығады. Бірден 2-3 қабат марлыға салып, бүктеледі де қолмен сығымдап майды сүзеді. Сүзгіден тазарып шыққан майды суық суға салып, іркітінен арылтып тоңазытады. Одан кейін жайпақ ыдысқа салып, қолмен мытып, алақанмен шапалақтап, суын шығарады. Содан кейін тұздап, ыдысқа салады. Қазақша ет асқанда ең алдымен жіліктеп бұзылған етті адам санына қарай мөлшерлейді. Тойға немесе қонақасыға көбіне қой сойылады. Асуға дайындалған етті жуып, шайып, тазалап, қазанға салады да, ет батып тұратындай етіп суық су құяды.
Одан кейін қазанды қатты жанған отқа қойып, сарқыратып қайнатады. Бетіне шыққан қанды көбігін алып тастап, шамалап тұз, бір бас пияз салып, отын басады да 1-1,5 сағат ет әбден піскенше шымырлатып қайнатады. Ет әбден піскен соң табаққа сорпасынан бөлек қотарып алып, тартылған табақтың санына қарай мөлшерлеп тұздық әзірлейді. Қазы жылқы етінің кәделі мүшелерінің бірі, ол жылқының қабырғалары мен белдемелерінің етегіне жиналатын аса шырайлы майлы ет. Шұжық жасайтын етті тұздап, бұрыш сеуіп салқын жерге 1-2 күн сақтайды. Бір жылқының шегінен шұжық дайындау үшін 5 келі ет, 5 келі шмай, 10 грамм қара бұрыш, 50 грамм сарымсақ салады. Барлығын туралған ет пен майға араластырып, содан кейін шекке салып толтырады. Шектің 2-3 істік деп түйрейді де жіппен біріктіріп байлайды.